Құлжабай Қасымов атындағы номері 28-ші IT мектеп-лицейінің 7-ші әсін оқушылары Абырай Алтынсариннің өнер білім бар жұрттар атты эстафетасын 7-ші асын оқушыларынан қабыл алды. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден, көзіңді ашып жұмғанша, жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны, 1000 шақырым жерлерге, күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты от пен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыннан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезде жалықпай, білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенге танықтай, бізде бекер жатпалық. Осыларға таныспай, ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Желкілдеп шыққан көк шөптей, жаңа сүпірім достарым, қатарын кетті алысқай. Ұмытылыңыз қалыспай. Біз надан боп өсірдік, ектегі сақалды, өнер жігіт көркі деп, өзгермедік мақалды. Біз болмасақ, сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге бердім батамды. Жаратты неше алуан жұрт бір құдайым, тенетті бәрімізге күн мен айын. Адамнан адам біткен баласымыз, қайсысын бөлек тудың деп айырайын. Бәріміз бір адамның баласымыз, жігіттер бір-біріне қарасыңыз, өмір деген 5 күндік кетіп өтер. Атам барған орынға барасыңыз, пайғамбар бұрынғы уақытта дәует еткен, патша боп бұл дүниеге даңқы кеткен. 30 ұлым бар ғой деп көпті ойлап, құдайым 30-ында әлей кеткен. Жалғыз дәует патша тоба қылып, өзінің пенде екенін сонда біліп, 30 ұлға бір жолын қылып, Ескендір патша бұл дүниеге алған. Қалмаған бұл жалғанда ешбір арман, жалғыз-ақ өлмеске айла табам деп, іздеп мәңгі судың соған барған. Мәңгіден су ішкенге өлім болмас, Ескендір мұны сұрап білгені рас. Суал кел деп жіберді уәзірлері қасындағы Қыдыр Ильяс. Екеуі барды суға, судан ішті. Бір кесе патша үшін және алысты. Енді қайтып жүректеп тұрғанда, бір адам сол жерде көзі түсті. Сұрастық, мұнда отырған неткен жансыз, келбетіне қарасақ мұсылмансыз. Сонда ол кісі бұлай баян етті: мен дағы бір патша едім, еш күмәнсіз. Өлмеске мен де осындай талап еттім. Бір күні осы суға. Осы эстафетаны 7-ші Б сынып оқушыларына береміз.